Бүгін кеште, яғни 2 ақпаннан 3 ақпанға қараған түні, ислам дініміздегі қасиетті түндердің бірі Барат түні. Бұл түннің қадірі мен қасиеті жөнінде пайғамбарымыздан хадистер келген. Енді осы түнде қандай құлшылық жасау керек мәселесіне келетін болсақ, мүмкіндігінше бұл түнде біз құптан намазын жамағатпен оқып бастағанымыз жақсы. Одан кейін жалпы бұл түнде көбірек Құран оқиық, пайғамбарымызға салауат айтайық, истиғфар айтайық, күнәларымыздың кешірілімі үшін дұға етейік, жалпы өзіміз үшін, туыс-туғанымыз үшін, еліміз үшін көп дұға еткеніміз дұрыс. Мүмкіндігінше осы түнде тұрып тәһәжүд намазын оқығанымыз жақсы. Әрине, бұл түнде таңға дейін ұйықтамай күтіп отыру міндетті емес. Ал енді ертесінде нәпіл оразаға ниет етіп, бір күн осы Барат түнінің күндізінде ораза ұстайтын болсақ, сауапты іс. Әр елде осы ауыз бекітетін уақыт пен ауыз ашатын уақыт әртүрлі. Таң намазының уақыты кірмей тұрып аузымызды бекітеміз, ақшам намазының уақыты кірген кезде аузымызды ашады екенбіз. Сондықтан бұл түнде көбірек дұға етейік, Алла тағала құлшылықтарымызды қабыл қылсын.